Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өңірлерде достық үйлерінің санын арттыру жөніндегі тапсырмасы кезең-кезеңімен жүзеге асуда. Осыған орай Кентау қаласы Қарнақ ауылында заманауи талапқа сай салынған жаңа достық үйі пайдалануға берілді. Салтанатты шараға өңір басшысы Нұралхан Көшеров арнайы қатысып, жаңа нысанды аралап көрді. Ғимараттың мүмкіндіктерімен танысып, бұл орталық ел бірлігін нығайтып, түрлі этнос өкілдерінің басын қосатын маңызды рухани әрі мәдени орынға айналатынын атап өтті. Сондай ұжымға сәттілік тілеп, алдағы жұмыстарына табыс тіледі. Осы 2 жылдың ішінде 26 мәдениет үйлері және клубтары құрылыстары толықтай аяқталып, халық игілігіне тапсырғалы отырмыз. Міне бүгінде Қарнақ ауылында тағы бір достық үйінің ашылуына барлықтарымыз бас қосып отырмыз. Құрметті ағайын, достығымыз бекем болсын. Әрқашанда қазақ халқы, қазақ жерінде өзге ұлттардың бәрімен бірлесіп, бір ауыздай, бір жанұядай болып бірге жүрген халықпыз. Бірлігіміз бекем болсын. Қазақтың бір жақсы сөзі бар: бірлік бар жерде тірлік бар. Әрқашанда осындай жақсы сәттерде кездесе берейік. Біздің өңіріміз, еліміз дами берсін. Алдағы уақытта Құда қаласа қордалған мәселелердің бәрін оның кезең-кезеңімен шешетін боламыз. Ғимараттың жалпы ауданы 2844,171 шаршы метрді құрайды. Жобалық сметалық құны 1277,8 миллион теңге. Құрылыс жұмыстарын Эрсу-1 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мердігер мекемесі жүргізген. Ғимарат сыйымдылығы 300 адам. Нысан заманауи құрал жабдықтармен толық қамтылған.